Бұл сабақта ұзындық бірліктерінің ара қатынасы туралы мағлұмат аласыздар. Миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр ұзындық бірліктері. Миллиметр мен сантиметрдің арасында бір нөл жүреді. Міне бір нөл деп қоямыз. Міне. Ал олай болса, бір сантиметрде 10 миллиметр бар. 10-ның бір нөлі бар ғой, Есте сақтау үшін осылай үйренеміз. Сантиметр мен дециметрдің арасында да бір нөл бар. Демек, бір дециметрде 10 сантиметр бар. Ал енді дециметр мен метрдің арасында ол жерде де бір нөл бар. Демек, бір метрде 10 дециметр бар. Бір метр тең 10 дециметр болады. Ал метр мен километрдің арасында 3 нөл жүреді. Демек, бір километр тең 1000 метр. Ал енді миллиметр мен дециметрдің арасында неше нөл жүреді? Міне қараңыздар, 2 нөл, Демек, бір дециметрде 100 миллиметр бар. Ал метр мен сантиметрдің арасында Олардың арасында 2 нөл тұр, Демек, бір метрде 100 сантиметр бар. Ал енді метр мен миллиметрдің арасын қараңыздаршы. Арасында неше нөл тұр, балалар? Арасында 3 нөл тұр. Демек, бір метрде 1000 миллиметр бар. Бір метр тең 1000 миллиметр деп жазамыз. Мінеки, осы өлшем бірліктерінің арасындағы нөлдерді қарай отырып, кіші бірліктен ірі бірлікке қарай жылжи отырып, осылай түрлендіреміз.